өнер адамдарын айтам да. Тым, жүректері жұмсақ, жандары нәзік келетше, бала сияқты аңқау ғой бұлар ше. Менің бір түсінгенім бар ғой, бұл өнер адамы дегеніңіз өнер адам екен ғой. Негізі талант деген бар ғой, бітіп сыймай бар ғой, мына жеріңе келіп, ішіңнен шұқылып, бір шетін тесіп шықпай қоймайды екен ғой. Талант деген тас жарады, тас жармаса бас жарады деген рас екен. Кеше менің кинорежиссерімді айтам да, басым бітіп жарып алды ғой, мынандай өсіп кетті ше. Таланттың арқасы ғой соның бәрі. Кинорежиссерімді айтам, киген кофталарым бар ғой, менің кигім келеді ғой. Сондай сұлулыққа құмар ше өз. Міне өзі келе жатыр. Қараңыздар, жүрісінің өзі кино ғой. Сәлеметсіз бе ағай? Іштеге дайын емес қой? Дайын, бәрі дайын. Не керек сізге? Іштеге дайын ұстамынан. Дайындап қоймайсың ба студияны? Не мынау, а? Дайын тұр. Жақсы бетті. Жақсы бетті, жақсы бетті. Көшер. Жақ. Көшер. Күйді, сауап. Жақсы. Нормально, біреулер жинап ағасында да. Вообще мен. Не? Ағай, қолыңызда гүлді. Көшеден сізді біреулер танып, халқыңыз қадірлеп, гүл берді ма сізге? Күрсі бар қандай, халық таниды. Өткен айда 14-іне туған күнім болған, соған түскен гүл ғой. Негізі ағай сізге бар ғой, горшоқтағы гүл подарить ету керек. Не деу гүл? Горшок. Сол топырағымды ұстап жүрейін соны. Не нормально, сен де сәл бір түрлісің негізі, я? Ұсташы, берсей цветті. Арт жағымнан бер. Артымнан, немнеге ұят болады, берсей, цвет берсей. Артымнан цвет. Вообще сендер, осындайлар жаман екен осылардың. Не болды, не болды? Кино сүреміз. Сүреміз. Керемет кино сүреміз. Кино түсіруге 54 миллион доллар бөлінді. Қанша? 54 миллион доллар. Қош өтірік істемеш? Өтірік істемеш? Осындай әдетін жаман екен. Құласы ба, нормальный құла баспен қатал. Енді әсерлі болсын деген... Керек жоқ әсерлі, не надо? Мен? Бірдеңе айтса болды, деп шығады екен. Кино уақыт жоқ, кино түсіреміз. Біз, мынасы, жаз. Біз қазақстандық болғаннан кейін бүкіл дүние жүзі көретін кино түсіреміз. Біз қазақ емеспіз бе не? Өзің кім екенін білмейсің бәл? Қазақ емессің сен. Сен әшейін қазақстандықсың. Қазақстан. Қазақтандық болғаннан кейін бізді бүкіл дүние жүзі... Неменеге шақылар өтсін ба? Бізді дүние жүзі көру керек. Дүние жүзі. Бүкіл әлем, шетел көреді біздің киномызды. Сонда өзіміздің киномыз, өзімізді қазақтар көрмей ма не түсірген киномызды? Сен ше бар, қазақтардың көрге оның уровені жетпейді. Біз фестивальға дайындаймыз шетелге, сол үшін түсіреміз. Фестиваль үшін? Не үшін? Сен үшін ба? Сен атаң үшін ба? Сен жоқ, мамаң үшін ба? Болды, ағай. Біз шетелге, бүкіл аренаға, бүкіл... Енді көр, жазам. Кино. Киноның мағынасы қандай? Мағынасы қандай, иә. Киноның мағынасы мынандай. Кино мына жерден басталады. Машинамен келеді, пойызбен келеді, бәрі самолет ұшып кетеді. Мафия туралы. Мафия туралы. Аты қандай киноның? Киноның аты көшедегілер. Көшедегілер, е? Көшедегілер. Көресің әлі? Өйткені мына көшеден кім жүрмейді? Бәрі жүреді. Иә. Бәрі жүреді ғой. Философский кино. Көрдің бе? Көшедегілер. Көшедегілер, иә. Так, актерлар. Актерлардың 80%. Шетелдің актерлары. Шетелдің актерін ойнатамыз, шетел қыламыз киноны. Шетелдің актерлар 80%. 20% қазақтың актерлары. Онда да жаңа барып шауып келген, шай қойып пен анау кіріп суға болады. Жүсіп екеуміз 87 жылдардан бері сахнада бірге ойнап жүрдік. Ол кезде білесіздер, кеңес үкіметінің кезінде. Мен аудандық мәдениет үйінің директоры болғам, Шәуілдірде. Содан біз облыстық үлкен жарыстарға қатысып жүрдік. Ол енді кешеге дейін үлкен фестивальдар өтіп тұратын Шымкентте. Күлкі жәрмеңкесі деген. Содан жүлде алып жүретінбіз. Сонымен кеңес үкімет тарап, жәндегі тұрымтай түсімен балапан басыменен кетті ғой жан жаққа. Сол бір қиын кездерде бізде әр жұмысты басын шалып жүрдік.
осы шетел жоқ ма қазақтар ұрыспаңдаршы өйткені бізді ертең шетел көрмей қояды сондықтан да біз нағыз шетелдің боевиктерін түсіреміз одан кейін татардың қыздары актрисалар татардың қыздары вот татардың қыздары ұнайды маған ұйғырдың қыздары осы ұнатамын мен орыстың қыздары қазақтың қыздары вообще керек жоқ аяқтары майми ұнамайды да маған жаппай ақ қойшы неме жауыз соны так көрініп тұр ғой керек жоқ қазақтың қыздары фахайлар қысқа маған ұнамайды вообще біздің киноны шетел көретін болғасын шетел қыздарды түсіреміз одан кейін тағы не істейміз кино біздің үйден басталады кино біздің үйден бастаймыз өйткені басқа зданияны арендаға алып ақшаны құртқанша біздің үйді қатып ремонттаймыз үш этажды особняк қылып үйдің жанында орыс кемпірдің үйін сатып аламыз сөйтеміз дағы біздің үйді особняк қылып кино біздің үйден басталады ай дұрыс иә Бред Питті шақырамыз Джим Керриді шақырамыз мен қызым айтты Том Крузды жақыннан көрейінші деді оны да шақырамыз ағай онда бар ғой мен ше Иисус Мироғлын жақыннан көрейінші неғып машина састы жын вообще түсінбеймін мен сендер неменеге түріктің телесериалдарын немене әлдеқандай қыласыңдар уребендер вообще төмесеңдер вообще керек жоқ оны Джеки Чанды шақырамыз Джеки Чан қызым айтты папамен күйеуге шықсам тойыма Джеки Чанды шақырыңызшы деді киноға келіп мен қызым тойына кіріп шығады абырой болады отырамыз бәріміз бірге Бред Питт бәріміз енді тағы бір нәрселер алып алайық та киноға 4 джип аламыз 4 джип біреуі сенің көзің бақыра емес біреуі сенікі 4 джип сосын пойыз аламыз вертолет пароход деген молодец сатып аламыз бәрін қазақ актерлар келді ма келді бәрі келді айттым ба кастинг бәріне айтылған кастингте бәрі дайын тұр онда да енді мен тыңдаңдар қазақтың актерларының ішіндегі жауырындары тоқпақтай иықтары қақпақтай накачанный балдарды алыңдар бәрі сондай андай әлімтер сәлімтер керек жоқ маған шақырайын иә пробада көріңдер экраннан қайсысы әдемі көрінеді соларды алыңдар шақыр тез 20% болса да бізді шетел көретін болғаннан кейін біз қазақстандық болғаннан кейін бүкіл ел бізге тамсану керек кино түсіреміз әлі көресіздер біздің ерекшелігіміз біз өзі өте бір ассалаумағалейкум шофер ма молодец бізге шофер керек өйткені біз кино түсіріп әр қаланы аралаймыз сол кезде мықты профессиональный шоферлар керек шофер емес бұл актер ғой Я суретін беріп қойғам ғой актер суретін беріп қойғам ғой үйдегілер қуанып жатыр киноға түсетін болдым деп қуанып жатыр құран оқытып мал сойып құран оқытып мені шығарып салды бәрі қуанып қалды бәрі не істеп жатырмын кім не мынау айналайын не мынау позор ғой мынау не мынау кішкентай ғана не мынау айналайын мынау жетім бала ұқсап мынаған не ойнатасың кастинг рөл ойнатасың ба мынаға қай ойыңмен шақырдыңыз неге кастингке кастинг рөл ойнатасың ба жоқ әлде бұған фантомастық рөлін бересің ба не айналайын ештеңе жоқ қой мынада не бар жеп жеңіл ғой мынау жеп жеңіл не мынау жеп жеңіл иық жоқ мынау не мынау не мынау мен ақ мақтап жібердім ғой не мынау енді өзі ұялмайсыңдар ма Джеки Чанның жанында ұялмайсыңдар ма ілмейтіп біреулерді әкелесіңдер дағы дұрыс қой енді өзінің келгені ғой қойыңдаршы осы да әдеттерді қойыңдаршы мен айтамын өмірі нағыз иықтар қақпа накачанный балдарды алыңдар деп өмір айтамын не мынау не ой жігіттің көкірегінен итермеңіз айтшыңыз ойнаймыз бізде не істей аласың бәрін істейміз істеші не істейсің көрсетші трюк бар ма қылыш не істеп отыр арқаңа тығып алдың ба не істедің қынабына сап қойдың ба не мынау ужас баланың ойыны ғой не мынау мен немеремде істемейді ғой мынау не бэтмен ба не мынау көрсетші пистолет не ол әне қатшы нерме тиме әне қатшы жоқ қой пистолет онда неменеге атыпсың маған қарап көрсетіп жатырмын ғой мен мазақ қыласыңдар ма сендер мировой режиссерді мазақ қыласыңдар ма сендер керек жоқ ештеңе айтыңызшы мен бәрін істей беремін сіз былай істесеңізші істей беремін бәрін сіз кастингке келіп тұрғаныңызды білесіз ба кастерге дейді кастир емес кастинг деймін
деймін сізге. Сіз былай істесеңізші, бәрін өзіңіз бойынша айтпақшы ағай. Керек жоқ. Былай істеңізші, ситуация беріп көрсеңізші енді. Айтыңызшы. Ситуация? Иә, ситуация. Сыялы анау. Сыялы. Үйдегілерге айтып қойдың да, үйдегілер қинап отырсаң Былай, көп сөйлемеш. Былай. 3 машина джиппен мафиялар келе жатыр. Сізді атайын деп тұр. Не істейсіз? Берілген жағдай. Ат бар ма? Не бар ма дейді? Ат. Ну ладно, астында атың бар. Келе жатыр 3 машина джиппен, автомат қолдарында. Сені өлтірейін деп жатыр. Не істейсің? Аттың егері бар ма? Бар. Кеп қалды. Қылыш, найза. Бар ғой, айтты саған. Сіз немене бәлемесізге айтып, ойша істей берсеңші, ойша бәрін бар деп ересен. Комплекті бәрі бар. 3 машина рекеттер келе жатыр. Сені атайын деп жатыр. Не істейсің? Кеп қалды. Кеп қалды. Келді бір 3 машинамен атайын деп тұр. Не істейсің? Оң жақта келе жатыр ма? Мына жақта кеп қалды. Оң жақта келе жатса, солға қарай қаштық. Тойларға күнде шығамыз деп айтуға болады. Қызық болады, көрдіңіз ба? Қызық болады. Керек жоқ. Вообще керек. Өшір тұрса. 20% актерларды да өшір. Керек жоқ. Үйдегілерге айтып қоймаймен, үйдегілерге айтып қоймаймен. Не істейді? Трюк істей алмайды. Трюк істей алмайсың. Не бір... Сіз жазғансыз ғой. Ат бар ма енді? Ат жоқ қой. Ат не аласың? Қазақпыз ғой. Не істейсің атты? Аттың үстінде көрсетің ғой көбінесе. Ат жоқ. Аттың үстінде трюк істей аласың ба? Істей аламын ғой. Ат жоқ барды жатқан? Ат шығып бара жатқанда істей аламын көбінесе. Аттасын табамыз. Ат жоқ бізде студияда. Табу керек атты. Бір екі жігіт бар ма? Не болмаса бір. Не аласың? Мысалы ретінде атқа қой салайық ғой. Шақырайын, Қазақтың жігіттерін ма шақыр? Айтыңызшы. Массовкада жүрген жігіттерін бәрі шақыр. Сонда прямо аттың үстінде. Шауып бара жатқан аттың үстінде. Көрсетіп көремін, Істей аласың ба кәдімгі? Иә, үйдегілерге айтып қойғанмын, күнәға түсем деп айтып мақтанып қойдым. Не алмаңызшы. Не мынау ужас. Не мынау? Біреуі арық, біреуі семіз. Кейбір солған сәбіз қысаған деп жинап алғасыңдар. Не адам бұлай кім? Білмеймін мен осылай. Не істеп жатыр? Не бұл? Қазір көрсетейін, қарап тұрсаңызшы, өзіңіз қарап тұрсаңызшы. Не істеп жатыр? көрсеңізші енді. Не істеп жатыр? Кешіріңіз. Мен ешек қылып жүріп қой бұларды. Ат қой негізінде, ат. Кім мынау ат па? Айғыр. Не істеп жатсың? Мынау? Кешіріңізші, рөлі ғой. Асауаттың рөлі. Қандай ат? Асауат. Сонда сәсен аттарды керек жоқ. Асауаттың мен темесің ба? Ақымақ. Мен теуіп отырсың? Мен теуіп отырсың аттың деп. Қарасаңыз, мен көрсетейін. Атқа мінем, атқа. Атқа мінем? Айғыр. Қайта. Өзінше. Неменеге мен теуіп атсың сен? Түспей-ақ қой, кептес бар. Түспей-ақ қой. Атың асау ма немене? Ne yap demez? Dur! Ayğır, mene. Düdük. Çak, bak. Не істеп жатыр мен түсінбеймін. Abdullah, я здесь! Көрдіңіз ба деймін? Көрдің ғой, не сонда? Көрдіңіз ба қызық боласың? Прямо аттың үстінде да? Прямо аттың үстінде. Интересно да? Ат шығып бара жатқанда да? Осылай бет барамын ғой? Аттың үстінде. Тұрасың да еще? Аттың мойнына да? Прямо қызық да? Кетем. Интересно да? Браво! Вообще, да, интересно да? Қазақтар молодец. Қарасаңшы, тақ көрсің ғой? Прям атты істесіз бі жаңағына? Ладно. Атқа ма? Хопна. Теріс қарап та? Ат шапыра жатқан теріс қарайды. Интересно. Көрдіңіз ба? Не істеп жатсыңдар, а?
не істеп жатсың? Ең болмаса аттың рөлін ойнай алмайды қандай қазақсыңдар, а? Айуанның рөлін ойнай алмайды қандай адамсың, а? Жер-көктің бәрі састы. Құрсы бар көзіме көрінбейді. 5 минутқа шыдай алмайсың ба? 5 минутқа шыдай алмайсың ба? Сендерге 1 сағат кино түсірсек, бүкіл әлемді уғыласыңдар ғой түрмеңмен. Аттың рөлін ойнай алмайды қандай адам? Вообще, немене өкет мына жерінде. Интересно, да? Интересно, ағай, но қызық, көріңізші. Интересно, да. Қалай мен молодец, да? Да. Молодец. Сонда прямо ат шауып бара жатқанда аттың үстінде солай істейсің. Шын ат болатын болса мен тұрғып тұр, бітіп кете беремін. Интересно, да? Да, Онда қосамыз киноға. Қосамыз, да? Киноға қосатын болсын. Сен киноға қосамыз? Киноның қай жеріне қосамыз сені? Қай жеріне? Кино біткен кезде қосамыз. Жаз? Қалай? Кино бітеді. Кино бітіп, жазулар кетеді ғой. Автор сценарий, постановщик, режиссер деп жазулар кетеді. Сол жазудың ар жағында шаңның арасында жүресің сен. Атпен шауып жүреді, да? Интересно, да? Да. Интересно. Титрдің ар жағында. Титрдің ар жағында атпен шауып жүреді. Жаңағыдай трюктарды істейсің. Сонда мысалы атпен шауып бара жатқан кезде, жаңа арт жағынан атқан кезде басың бұтына қысылып қалмай ма аттың? Қалай? Былай шауып бара жатқанда аттың бұтына басың қысылып қалмай ма деймін? Ойбай. Қалай қысылып? Шауып басың қысылып қалып қорқамайсың ба масқара? Ат енді екі бұтын қысып шаппайтын шығар? Қалай шаппады? Шаба ма? Ат бұлай шабады ғой? Как раз мына жақта брек бит, Чики-чан екеуі атысып жатады. Сол кезде машина барады дағы, бір машина жүріп бара жатады да, анау төбенің ар жағына барып машина жарылады. Сол машина ішінде сен боласың онда. Ой, нормально. Между прочим, нормально, ағай, да? Қазақтардан 2 роль. Я? Молодец, поздравляю. Да, конечно. Қазақтарға 2 роль бұйыру тарихта болмаған ғой. Молодец. Маған қанша ақша төлейсіз? Не дейді? Қанша ақша төлейсіз? Саған ба? Саған. Вообще вот 2 роль өшесіз керек жоқ вообще. Төлемей қоймыз. Сөбірім. Өшесіз ғой. Сөбірім, керек жоқ, ақшаның керек жоқ. Шетелдің актерлар тұрғанда саған ақшаның не керек бар? Ақшаның керек жоқ. Сен Брек Питтің жанында жүрген саған абырой емес пе? Байқамай қалдым. Бастайық онда. Бастайық, киноны бастайық, Кино емес, ремонтты бастайық та, біздің үйдің ремонтын бастайық та. Мен істеймін сонда. Сен де істейсің, ремонт жасай аласың ба? Жасай берем. Молодец, қазақтар, да? Прямо ремонтта жасай береді екен кәдімгідей. Сіздің қасыңызда жүрші. Молодец. Прямо қазақтар. Молодец. Түскен балада үміт бар екен.